Ертеде мақта қыз бен мысық болыпты. Екеуі тату дос болыпты. Мақта қыз бен мысық күніге ойнайды екен. Бір күні мақта қыз үйін пылесостап жүріп, мейіз тауып алыпты. Мейіз. Үлкен мейіз. Бөле жегенше бөле жейін. Мысығымды шақырайын. Мысығым, келмес жейміз. Мысығым. Қайда жүр өзі? Ой, келмесең келмей қойшы, өзім кей салам. Дәмдісін ай. Мейізді жеп алып, ары қарай жұмысын жалғастыра береді. Бұл кезде мысық ұйқысын қимай, жалқауланып, ерініп жата берді. Содан мысық оянып, Мақта қыз мені шақырдың ба? Барсам бара салайын. Мақта қыз мені не үшін шақырды екен? деп мысық мақта қызға қарай келеді. Ана мен үй жинаватырмын. Сол кезде жерден мейіз тауып алдым. Сосын сен шақырдым, сен келмедің. Мен өзім жеп қойдым мейізді. Сен маған сонда қалдырмадың ба? Өзі бірақ мейіз еді ғой, сен келмедің, сосын жеп қойдым. Сен маған мейізді қалдырмадың да. Онда мен сен сүтінді төгемін. Мәр саған. Масқара. Онда сен мен сүтімді төк тастадың ба? Мен сенің құйрығыңды кесіп алам. Тиіспе менің құйрығыңа. Мақта қыз, менің құйрығымды бер. Екеуміз дос емеспіз ба? Екеуміз дос болсақ, онда неғып мен сүтімді төк тастайсың? Құйрық керек болса, бар сен маған сүт әкеліп бер. Енді мен сүтті қаяқтан табам? Менің жұмысым жоқ. Ма бакалда алды, сүт әкеліп бер. Сүт сиырда болады. Онда мен сиырды талбауым керек. Мақта қыз сүт іздеп жолға шығады. Сиыр, сен маған сүт берші. Жоқ, сен бірінші маған жапырақ әкеп бер. Бір өзінше бұл қапты ғой. Қазір любой жапырақты әкеп бере салам. Онда саған бакал қалдырып кетейін. Қазір мен жапырақ әкелемді, сосын барып сүтімен бірге әкетем. О, жапырақ! Сен не, жайдан жай жапырақ ала бересің ба не? Маған жапырақ керек. Не, құртойсың ба не? Сен маған бірінші су әкеп бер, сосын жапырақ. Шеттерінен бұлар өзінше болды ғой. Бір нәрсе керек әйтеуір. Енді суды қайдан табам? Ана қыз су алып жатыр. Не болды? Не керек? Маған бір шелек су беріңдерші. Саған су керек болса, біздің сағыз шайнағымыз келіп жатыр. Бірінші сен бізге сағыз әкеліп бер. Сосын су береміз саған. Шатиата, саған су берейін. Ой, ағып жатқан суға да сағыз сұрайды ғой. Су керек болса, өзің біл. Енді сағызды қаяқтан табам? Магазин қаяқта бар екен? Магазин қаяқта бар екен? О, магазин? Дүкенші. Маған сағыз беріңізші. Сен маған бірінші жұмыртқа әкеп бер, сосын берем. Жұмыртқаны енді қаяқтан табама? Мәу, енді мен жұмыртқаны қаяқтан тапсам екен, ол только тауықта ғана бар. Онда мен тауыққа барайын. Ей, тауықтың дауысы шығып жатыр. Ауа, қайдасың? Не болды? Мысық?
маған жұмыртқа керек еді. Саған жұмыртқа керек болса, маған бидай керек. Немене бәле, барлығын өзінше болып кеткенсіңдер. Мысық, жұмыртқа керек болса, өзің біл. Ой, енді мен қаяқтан табайын бидайды. Бидай ол тышқанда болу керек. Ал мен тышқанды іздеу керекпін. Қан қайда екен, а? Ана тышқан тұр екен. Есікке жатыр. Тышқан, тоқта, маған көмегің керек. Тышқан, қашпа. Тышқан мысықтан әрі қашып, бері қашып, ақыры ұсталып қалады. Тышқан, маған бидай бер. Бидай бермесең, мен сені жеп қоям. Мен емес. Ақыл, сені жемейін, бұл жол сен құтылдың. Бидайды алдым-ау ақыры. Мысықтан қорқып қалған тышқан ініне қарай жүгіре жөнеледі. Тауық, мен саған бидайымды әкелдім, енді маған тез жұмыртқаңды берші. Ма жұмыртқан, әкел бидайды. Рахмет саған, тауық, пока. Жұмыртқа әкелдім ау. Дүкенші. Міне, әкелдім жұмыртқаны. Енді сіз маған сағыз беріңізші. Қандай, клубничный ма или апельсиновый ма? Клубничный. Енді менің миымды ашпаңдар, магазин жабық. Қыздар, сағыз таптым, маған енді су беріңдерші. Сағызды бер. Рахмет, қыздар, пока. Сағыз ашы. Клубничный. Мен саған ағаш су. Мә, жапырағымды ал. Мен сиыр саған зорға таптым жапырақты. Енді сүтімді бер. Алты аяғына сүтімді мысық. Сиыр, пока. Тәлпішіміз. Әбден шаршаған мысық сүт алып келеді. Сүт табу оңай емес екен. Осы кезде мақтағыз шай ішіп отырады. Мақтағыз, міне сүтін. Келдің бе? Я. Енді менің құйрығымды қайтар. Сен енді ондай тентек болма, келістік. Кел, енді біз олай жасамаймыз, дос боламыз. Деп мақтақыз бен мысық қайтадан достасады. Осымен мақтақыз бен мысық ертегісі аяқталды. Балалар, біздің ертегіміз сендерге ұнады деп ойлаймыз.